Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мен бүгін өзімнің бордақылап жатқан үйдегі 1,5 жасар тайларымды, кәдімгі қазақтың жабы тайларын қалай бордақылап жатқаным туралы сіздерге видео түсіріп айтып көрсететін боламын. Көреміз. Мына альбом берсек те. Баста альбом беріп алдым. Барлығы әрқайсысына 4 штуктан. Бір таблетка 50 килограммға, енді менде әбден ютубқа көріп қойып қарап алып барып істедім, қолға алдым. Әңгіменің шындығы, ашығы, қалай жемдеп жатқанымды, сарайды қалай салғанымды барлығын сіздерге түсіндіріп айтып беремін. Мен де осыларды алардың алдында ютубқа әбден қарап тойып сөйтіп барып қимылдаған болатын. Басы қиын болды, басын түсінбей сондай жағдайлар болады. Сосын сол өзімнен өткен практикаларды сіздермен бөліскенді жөн көрдім. Арасында тістейді мынау. Дауысқа мән бермейміз, ауырып қалғам. Ем ба? Жеп қойған, тұздарға қалған. Барлығы жеп тұр, жемде. Кәдімгі жақсы жеп тұр. Жемей тұр, өйткені мынаның бәрі тұз. Өзі тұз араластырып тастаған. Тістейсің ғой? Осындай. Мен олар қалай жемдеп жатқанын сіздерге қазір көрсетсем. Не беріп жатырмын, қалай қылдым, сарайды қалай салдым. Бұлар 15 ноябрь күні келіп жемге қойылды. Ақырлары осындай көк пушканың екі ортасынан бөлдік та, қоя салдық. Мойнына арқаншық болмайды екен, жеп тастай береді. Бәрін мынау шайнап тастады негізі. Шайнайды да біреуін босатады. Сөйтті екіншіне басын жеткізеді, сөйтіп бәрін шешіп тастаған болатын. Сосын андай шынжырлап қойдым. Темірді өзіміз бар дедік. Осы қайының өзін жеп тастап жатыр. Ондай сеткілеп тастау керек. Інім істеген, қазір тағы да айтам. Артта өсіп сеп-саш деп сетке қойып қойса жемейтін шығар. Көрінген жердің бәрін. Оларға витамин жетіспейді негізі. Дейді мыс. Тұздар всегда алдарында тұрады. 500 теңгеден алып келді. Сол тұр. Міне тұздар. 10 күн дейма осы жерде тұрды. Жаңағы 10-15 күндей шамамен. Мынаның бәрін қиратып, жеп. Мынаның бәрі аралары бөлініп тұрған. Мынаның бәрін қиратты. Ішінің бәрін тиіп, асты осындай болып кетті. Лай кәдімгі. Осындай қыпсат, сосын қора салынды. Ұйғардық емес, баста қора салам деген ой болған. Сол салдық қораны. Үнім екеміз. Бірінші 6 стойканы қойып алдық шеттегі. Бетондап, сосын астына бетон қойдық. Уровеньмен кішкене төмендетіп. Сосын бетіне пол тастадым осындай. Кәдімгі падон. Падонды біртіндеп алып алдық та ұзыннан тастадық. Арылары байынан 1, 2, 3, 4, 5, 6 ма? В общем 8 арық шеттім, 8. Ұзындығы 1,60 ба сондай. Жетеді осы. Нормально. Бер жағына бетон қойдық. Темір тұстататын бар дедік. Темірлер кішкене көтеру керек екен. Дұрыс істемей қойдым. Не жабылап тұр? Ертең сойлады, бірінші сойлады. Осы дайын бұл. Жілікке жазған десеңіздер, WhatsApp номер қалдырам. Хабарласыңыздар. Қызылорда қаласында тұр. Бұл жылқылар. Мынау мына жерге дейін бетоны міне көрініп тұрған шығар, иә. Сосын арғай ағаш кетеді да, бетоннан бері қарай тартып аламыз. Сосын мына жерге алып келіп, сосын інім шығарып тастайды алақтарын. Сол төбесін жаптық, шифрлап. Қайырылғанда жоқ ол. Осылай темір бөліп қойдық. Сосын ақырын қалай қойғанымды көрсем. Мына ақырдың бір боковойын мынаған ұстаттық. Сосын мында қайың ағаш келді. Осы біткен кезде. Осын қойдық та.
Асы тазалдық. Сонымен кәдімгі қатты болып қалды. Осындай тастай болып қалды. Ішіне мына жерге шелекпен немесе легенмен су қоямыз. Жем тастаймыз алдарына. Бастары бір-біріне жетпейді, өйткені мына шынжыр. Мынадан бері қарай жібермейді оны. Семіріп алған, құтырып тұр. Шілікке жазылам десеңіздер, хабарласыңыздар. Енді бір шамамен 10-15 күндей тұрады әрқайсысы. Сонымен сойылады. Каспий рет те бар, если что. Каспий ретпен де алуға болады. QR-мен төлейсіз. Қазір дамыған заман ғой. Солай төбесі жабық. Қар жауып тұр қазір, ақырларына ешқандай да түспейді. Қар жаңбыр деген. Мушкі береміз біз. Қызылордада мушкі деген жем бар. Күріш қой, күріштің ұнтақталған күріш. Осындай мушкі. Бұнда бағасы қымбаттап кеткен қазір. Осындай мушкі береміз. Сосын мен бидай беремін. Міне бидайым. Осын қайнатам 1,5-2 сағаттай. Қас көрсетем сіздерге. В общем, бұлай азанда сосын кешке өйстіп 4 қалақ саламыз да. При желании ыдысы ғана 700 грамм болу керек, или 800 грамм. Толтырып. Қазір осыны қайнатам, құдай қаласа. Вспыш құрып кетті ой неме. Суын толтырып алайын. Шамамен осы жерлерге келеді. Суы қайнатам. Төртеу аз болады деп ойлаймын. 5 дұрыс деп 5-шін тағы келдім. Өткен кеше 4,5 ба бердім. 5 берген дұрыс. 5 қайнатамыз. Дайын болып қалған кезде түсірсем түсірдім, үлгерді түсірмесем бітті. Осылай араластырып біз қайнағанын көресіздер енді. Шамамен осы жерге дейін ба келуі керек. Судың бәрін тартып алады бидай. Менде қора біткен күні бітірдім, соңғы падонды қақып болдым. Сол кезде мына ағаштар келді. Сонда Айдос ағаштарың дайын болды, алып кетті. Ой біле деп сонымен бұнды алуға тура келді. Неге? Өйткені алам деп айтып қойғанмын. 15 мың теңге келді. Өте әдемі бағада. Мыналардың ұзындығы, брустың ұзындығы 2,90-95 болу керек. Мына тақтайлар ең нашары осы болу керек, ең нашары. Бұлардың ұзындығы 2,60 ба, сондай 2,70 ба. Қайың, қалың қайың. Негіз болды осындайдан салған дұрыс. Тағы да мал қора салып жатсам, осындай қайыңнан салам. Осы қайыңнан салам. Тағы азық етуі мүмкін бұл. Тағы алып келгім келіп тұр. Бұлар 3 мезгіл жем жейді. Азында жетеде әкем салып кетеді. Бидайды қайнатылған бидаймен мушкіні араластырып, тұзын салып ішіне қойып кетем. Әкем беріп кетеді. Күндіз сағат 1-де өзім шығам, суарамда, сосын өзім берем. Бұл кезде тек мушкі ғана жейді, жем ғана жейді, бидай жемейді. Сосын кешке жейді бидайды. 3 мезгіл жем, 1 мезгіл жоңышқа салам алдарына. Жоңышқандай қатты керек деп ойламаймын. Көп адамнан сұрадық, әркімнің методикасы әртүрлі ғой енді. Сондықтан да жоңышқаны бір-ақ мезгіл саламыз. Жеп тұр. Жемей ап! Қазуан байлап тайым. Бастары шешіліп кетті, неше рет шешіліп кетті. Сыртқа шығып жүріп бір-екі рет. Ардақ деген жолдас балам келіп байлап қайттан осы жерге қойып берді. Негізінен ағаштан болмайды екен. Неге? Себебі жеп тастай береді бұлар. Даже мынау пластмастың өзін шексеп тұр. Дұрыс бас жетпейді, басын қысқартып тастаған. Жемесін деп. Соның өзінде жеп тастаған ғой. Бас қай жерге жетеді соның бәрін. Бұларға витамин жетіспейді үшін. Білмеймін, тұз беріп қойдым соның өзінде. Міне жемдер осындай кішкене қалып тұр қазір. Жемдер қалдыратын болған.
Значит, аздап беру керек деген сөз. Азайтам бұл екеуін азайтып, мына екеуін жемді қалдырғанша беру керек. Болды. Мына пол бітті ғой. Осы пол біткен кезде ағаш келді ғой. Келді ағаш, сосын мына екеуін қақып тастадым. Аяқтар шығып кетпесін деп. Бұлар жеп жатыр оны. Сосын ақырға бір жағынан пайдасы тиеді деп, міне ақырда осылайынан екі ағашты қойдық та, екі басын шұрыптадық. Былай тағы тастадық. Болды. Тұрады зато мықты болып. Бастары да шықпайды. Басын жұлып алмаса шықпайды. Арматурамен сатып қойған. Жақсылап. Кете. Бәрін тісет. Кім келіп көрді, осы қасына кім жақындады, соның бәрін тіседі мынау. Цых дейді ойым. Жоңышқаңды көрсетпедің ғой дейтіндер болса, міне таза жоңышқа. Көршімнен алғым.